Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге келін асханасы. Қыстың күні нанға немесе палау, манты сияқты тағамдарға өте жақсы дәмдеуіш болатын кобра чертополох деп атаймыз. Аджиканың орнына жүреді, бірақ аса қатты ашты емес. Жасап көріңіздер. Ал бісміллә деп бастайық. Ол үшін өзіміздің отбасымыздың санына байланысты помидордың пюресін аламыз, яғни помидорды жуып алып, турап мясорубкадан немесе блендерден өткізіп, үлкен шаңғыл ыдысқа құямыз. Менде дайын пюренің салмағы 12 литр болды. Және ол помидорды өткізіп жатқан кезде арасына бір шыны чеснок, 4 штук ашты бұрыш, бір уыс үлкен уыс хрен қосамыз. Бәрін өстіп езіп аламыз да жаңағы помидорлы пюремізге араластырамыз. Бір кісілер аштырақ жақсы көреді, бір кісілер қатты аштырақ емес ұнатады. Өздеріңіз талғамдарыңызға байланысты дәмін көріп, ары қарай регулировка жасай бересіздер. Және ашып кетпеу үшін, бұл піспейтін зат болғандықтан 6 литр, менің қазаным 6 литр болды, 2-ге бөліп жасаймын. Сол үшін 6 аспирин қосамын. Бұл менің екінші ыдысым, алюмин кастрюліне құйып алдым. Тегешке одан кейін эмалированный посудаға ауыстырамын. Бұған да 6 аспирин салып, әрқайсысына 2,5 ас қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырамын. Менің каналымда қияр жабу, помидор жабу, лечо салатын жабу, торттар, десерттердің рецептері бар. Қарап көріңіздер. Отандық жас каналдарды қолдап, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Енді осы дайын өнімді эмальді ыдысқа құйып, салқын жерде 3-4 күнде ұстаймыз. Күніне 4-5 рет араластырамыз. Одан кейін таза жуылған баклажкаларға құямыз. Ішінде су болмау керек. Құп-құрғақ баклажкаларға құйып шығамыз. Мынау менің 4-ші күн тұрған кобрам. Араластырып баклажкаларға құя беремін. Иісін айтсаңыз өте әдемі болған. Қыстың күні ашты бір нәрсе жегіңіз келген кезде тағамға өте жақсы дәм беріп, тәбет ашар. Өзіміздің қолдан жасаған аджикамыз деп айтсақ болады. Жаңа бір кастрюльдегін құйдым. Мынау менің екінші кастрюльдегі кобрам өте әдемі тұр. Ашыған жоқ, уайымдамаңыздар. Бәрі аштысы, тұзы бәрі бір қалыпта болса, ашымайды, қыстай тұра береді. Тоңазытқышта сақтаймыз, егер орын болса. Немесе салқын жеріңіз болса, балкон сияқты немесе жер үйде тұрсаңыз, кладовка, погреб деген сияқты жер болса, сақтауға ыңғайлы. Сіздер осындай кобра жабатын бедіңіздер комментарийге жазып қалдырыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.